Қалай Google Sheets арқылы кез келген дүкенге, ет дүкені болсын, запчасть дүкені, киім дүкені маңызды емес, жасанды интеллект ботын жасай аламыз. Қазір ботты қалай жасайтынын көрсетем, және осы боттың шаблонын сізге тегін берем. Мінекей осындай өтірік азат қымыз сүт деген бот жасап қойдым. Азат қымыз бот деп аталады. Тексеріп көрсеңіз болады, телеграмда жасап тұр. Сол ботқа мен мысал жазам. Саламатсыз ба деймін. Ет керек еді. Саламатсыз ба, қандай ет керек? Бізде жылқы еті, қой еті және қазы бар. Қайсысын және қанша мөлшерде алғыңыз келеді? Мен мысал айтам. Маған қазы 10 кг керек деймін. Ол маған уже мінекей тапсырысты жасап қойды. Қазы 10 кг, килограмм 5200 теңге, мысалы қараңыз. Қазы 5200 теңге, общая сумма 52 000 теңге болады деп маған уже ссылка на оплату жіберіп тұр. Бірақ мен тапсырысым әлі болған жоқ, мен оған қазір даже аудиомен сообщение жіберем сізге, демонстрация болу үшін. Маған сосын жылқы еті керек, бір 15 килограммдай, сосын айран керек 3 литр, сосын талқан керек 5 килограмм. Осыны ол түсінеді қазақша өте жақсы, және қазір тапсырысымызды жасайды. Мен көріп отқаныңыздай, қазыны мен уже айттым текстпен, мына жылқы етін мен уже аудиомен айттым. Ол 15 килограмм дегенді түсінді. Актуально 3700 деген бағаға көбейтті. Айран 3 литр қосты, талқан 5 килограмм қосты. Бұл не деген керемет та, достар. Бұл деген қазір сондай керемет заманда жасаймыз. Комиссия еще көрсетем қалай жасағанды. Бірде-бір код қолданған жоқпын. Сіз кодсыз осыны жасай аласыз. Енді ботты қалай жасайтынымызды көрсетейін. Ең бірінші мына N8N Cloud деген сайтқа кіресіз. И мен берген шаблонды жүктейсіз просто. Мына жерден import from file деп басасыз да, мен сізге берген JSON файлды жүктей аласыз. Сол кезде сізде мына боттың логикасы автомат түрде шыға келеді. Ең алдымен мына боттың миын көрсетейін, ішіне не жазылған. Содан кейін мына әр нотты сізге көрсетіп шығамын. Мінекей мына жерге жақындаймыз, ашамыз, ішінде мен инструкцияны полностью қазақ тіліне жаздым, қараңыз. Ешқандай ағылшын тілі қосылмаған. Сізге көрсетейін. Сен ет пен сүт өнімдерін сататын шағын дүкеннің сыпайы әрі кәсіби сатушы көмекшісің. Клиент қай тілде жазса, сол тілде жауап бер. Мысалы, орысша жазса, орысша жауап береді, ағылшынша жазса, ағылшынша жауап береді. Короче, мынау деген просто инструкция сатуға, окей? Мына шаблонды сізге берем, сол жақтан қарап аласыздар. Сол достар, қазірден бастап үйрене беріңіз, мінекей барлығын көрсеттім. Дайын шаблонды менің тегін телеграм каналымнан жүктей аласыз. Ол тегін телеграм группаға ссылка алу үшін маған инстаграмға директке 7 деген сан жазып жіберіңіз.